Құрметті канал оқырмандары, бүгін сіздерді жақсы бір формулалармен таныстырғым келіп отыр. Ол яғни Excel бағдарламасында артық пробелдар бар ұяшықтарды қалай анықтауға болатыны жөнінде. Мысалы, көбіне біздер Excel 1С бағдарламасында қызметкерлерге зарплата есептеген кезде көбіне осындай қателіктер жіберіледі. Фамилияның соңына артық пробел қойып қою мүмкін, немесе фамилия мен атының ортасына, немесе тексттің басына пробел қойып барып жазып, осындай қателіктер жіберіліп жатады. Ол кезде біздер егер осындай қате күйінде налогтарды аударатын болсақ, мысалы пенсионка, соцотчисление немесе медстрахованиені, біздерге міндетті түрде ол төленген налогтарымыз қайтып келетін болады. Себебі фамилиясы дұрыс емес деген қатемен біздерге қайтарылып отырады. Сондықтан алдын ала осындай қателіктер жібермес үшін біздер 1С бағдарламасынан фамилияларды көшіріп алып, Excelге осындай артық жолдары қателер кетіп қалған, артық пробелдары бар фамилияларды тауып алып, алдын ала налог аудармас бұрын түзете аламыз. Ол үшін бізде осындай формуланы пайдалануымызға болады. Мысалы, бізде кейбір ұяшықтарға қате пробелдар қойып қояйық, біз оларды визуально көре алмаймыз. Егер соңында тұрса пробел артық, онда осылай көзбен қарағанда бізге бәрі дұрыс тұрған сияқты, бірақ ол бізде қатемен тұрғанын білеміз. Себебі екі рет ұяшыққа бет басатын болсақ, біздер сонда ғана білеміз ол ұяшықта қате артық пробелдің тұрғандығын. Енді бізде осындай формула бар. Формула қою үшін біздер ұяшыққа тұрып, міндетті түрде тең боларының белгісін салып, қажетті формуламыздың әріптерін тере бастасақ, мысалы, бізге сж пробелы деген қасына подсказка жазылып тұрады. Удаляет из текста лишние пробелы дейді. Көрсетілген тексттан артық пробелдар болса, соларды алып тастайды дейді. Кроме одиночных пробелов между словами. Әрбір сөздің арасындағы бір пробелдарды ескермейді. Ол дұрыс деп есептелінеді. Егер одан артық пробелдар болса, оларды алып тастайды. Осы формуланы аламыз, екі рет жылдан басып белгілейміз. Сол кезде жақша ашылып тұрады, және төменде подсказка беріп тұр, текстке көрсетеді. Текстіміз біздің мына тұсында тұрған фамилияның үстіне басқан кезде, осы жақшаның ішіне B колонкасы екінші жол деп осы көрсетілген ұяшықтың адресі жазылып тұрады. Жақшаны жауып, енді осы результаттың нәтижесін көру үшін осы формуланың строка формуладан вот деген командаға басуымызға болады, галочканың белгісіне, немесе клавиатурадан Enter деген жазу бар, клавишаға басамыз. Сол кезде бізге осындай формула пайда болады. Бұл формулада сж пробелы деген осы қалған ұяшықтарға көшіру үшін бір рет жазып алып, формуланы бұрышында маркер заполнений деп аталатын төрт бұрышты оң жақ төменгі бұрышындағы алып келсек, төрт жаққа осындай стрелка пайда болады. Сол кезде екі рет жылдан басып көшіреміз. Енді қараймыз. Келесі ұяшыққа формула көшкен кезде, ол өзінің тұсындағы B колонкасы үшінші жол деп тұрғандағы ұяшықтың ішіндегі артық пробелдар болса, соларды кетіреді. Келесі ұяшыққа келген кезде ол B4 деп осылайша әрбір ұяшыққа көшкен кезде формулалар өзінің тұсындағы фамилиялардың артық пробелдарын кетіріп шығарып беретін болады. Енді келесі біздің формуламыз ол осы екі ұяшықтағы сөздердің бір-біріне тең немесе тең емес екендігін тексеретін формула. Кез келген формуланы енгізу үшін ең бірінші тең болардың белгісін саламыз, содан кейін қажетті формуламыздың атын тере бастаймыз. Келесі біздің пайдаланатын функциямыз ол сорпат деп аталынады. Қажетті формуланың бір-екі әрпін терген кезде программа өзіне өзі ұсынып тұрады. Сондай формулалар болса, ол формуланың қандай не екенін, операция атқаратынын қасында подсказка жазылып тұрады. Проверяет идентичность двух строк текста и возвращает значение истина или ложь. Екі сөздің бір-біріне тең немесе тең емес екендігін тексеріп, егер де тең болса истина деген сөз шығарады, тең емес болса ложь деген сөзді шығарады дейді. Осы формуланы аламыз. Содан кейін тағы да подсказка беріп тұр, бізге текст 1-ді көрсет және текст 2-ні көрсет. Текст 1 дегеніміз ол B колонкасы екінші жолда тұрған фамилия, екінші ортасына жаңағы точка запятая дейді, осындай белгіні саламыз. Келесі тексеретін текстіні салыстыратын ол C колонкасы екінші жолда тұрған текст. Мына жақшаның ішіне бізге осы екі адрес жазылып тұр. B колонкасы екінші жол, C колонкасы екінші жол.
Совпадение деген ол екеуінің бір-біріне тең немесе тең емес екендігін тексереді. Егер тең болса, истина деген сөз шығарып береді, тең емес болса, ложь деген сөз шығарады. Формуланы енгізіп боламыз. Осыдан кейін осы формуланы қалған ұяшықтарға көшіру үшін формуланың үстіне тұрып, маркер заполнениеге алып келіп, курсорды 2 рет жылдам басамыз. Сол кезде егер де екі текст бір-біріне тең болмаса, ложь деген сөз шығарады. Егер екі текст бір-біріне тең болса, истина деген сөз шығарады. Мына B колонкасында бізде қате текстіміз тұр, соңында пробел бар, немесе ортасында пробел бар, мындай сөзбен ненің ортасында. Ал бізде екінші C колонкасында осы артық пробелдарды алып тастаған дұрыс фамилиялар тұр. Екеуін тексерген кезде қайсысы дұрыс емес екенін шығарып тұр. Енді біздер фильтр командасын қосып D колонкасынан егер ложь дегенді қалдыратын болсақ, бізге қате жазылған фамилияларды көрсетіп беріп тұр. Осыны барамыз да Excel программасынан дұрыстап алдын ала дұрыстап қоямыз. Налог аударған кезде бізде ешқандай возврат болмайды, бәрі дұрыс кететін болады. Енді осы формуланы біздер біріктіруімізге болады. Мысалы, D колонкасында екінші жолда тұрған ұяшыққа курсорды қойсақ, строка формула бізде ішінде қандай формула тұрғанын көрсетеді. Совпад B2, C2 деп. Енді C2 деген ұяшыққа тұрсақ, оның ішінде қандай формула тұрғанын көрсетеді. Ол SG пробелы B2 дейді. Енді мен мына C2 деген орнына осы C2 ұяшығында тұрған формуланы алып копировать етіп, осы C2 деген орнына қойсам, онда бізге формуланың үстіне қойсам, ол C2 ұяшығына уже ссылаться етпейді, тек қана B2 ұяшығына ссылка жасап тұр. Ал мына келесі өзгермеген формулаға алсақ, ол мынағанда соларды береді. Енді осы формуланы алып басқаларына көшірсек, бізге уже C2 деген ұяшық керек емес, ол ұяшықты біздер формулада вообще пайдаланып тұрған жоқпыз. Оны осылай алып тастауымызға болады дейді. Сол кезде бізге бір-ақ формуламен, бір ұяшықпен артық ұяшықтарды салбетіп пайдаланбай, осылайша анықтап алуымызға болады, қате жазылған фамилияларды жылдам тауып аламыз. Кейде осындай Excel-дің өзінде біздер дұрыстап қойғымыз келсе, формулаларды. Бізде енді осындай аз-қантай адам болуы мүмкін, 1000 адам, 2000 адам болуы мүмкін. Сол кезде біз әрбіріне кіріп, артық пробелін осылай кетіріп отырғымыз келмейді. Оны жаңа формула арқылы дұрыстап тастағымыз келеді. Бұл кезде SG пробелыды аламыз, текстімізге көрсетеміз, осы формуланы көшіреміз. Және осы формуланы, осы нәтижеміз дұрыс артық пробелдар жоқ. Осымен мына бірінші столбецтегі дұрыс емес фамилияларды дұрыстап алмастыруымыз керек. Ол үшін осы нәтижені копировать етіп аламыз. Бұл ұяшықта бізде формула тұр, оның нәтижесі емес, сондықтан формуланы осы копировать етіп аламыз, белгілеп алып, және мына жерге келіп алмастыру үшін осы формуланың нәтижесімен оң жақ кнопкасына басып, мышканың значение деген 1, 2, 3 деген жазуларға басатын болсақ, онда ол формуланың нәтижесімен осы ұяшықтағы сөздерді алмастыратын болады. Осы информация керек емес, содан кейін оң жақ кнопкасына басып удалить деп алып тастаймыз. Енді формуланы қарасақ, ешқандай истина деп шығып тұр, потому что бізде қате ұяшықтар информацияларды жоқ, оны алмастырып жіберді. Егер мына жерге бір артық пробел салсақ, біздің формуламыз ложь деп көрсетіп тұрады, себебі мына ішінде қате бар деген сөз. Осы екі формуланы пайдаланып, совпадение және SG пробелы дегенді осындай жұмыстарды оңай атқара аласыздар. Тағы да осындай сіздерге жұмыстарыңыз жеңілдететін Excel-ді пайдалы ақпараттарды алып отырғыңыз келсе, онда менің каналыма подписаться кнопкасына басып жазылып, және уведомление алып отыру үшін қоңырауша белгісіне басып, менімен бірге Excel-ді меңгеруді бастаңыз. Бұл сізге өте пайдалы болатынына сенімдімін. Келесі осындай сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.